Майор Қадыров Дәулет Төлеутайұлына беріледі. Армысыздар, қадірлі қонақтар, құрметті ардагерлер. Бүгін біз еліміздің әскери тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі. Құрметті қонақтар, бүгін біз еліміздің әскери тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі Таулы Қарабақтағы этносаралық қақтығысты реттеуге қатысқан қазақстандық жауынгерлерге арналған экспозицияның көрменің салтанатты ашылу рәсіміне жиналып отырмыз. Аталған көрме Қазақстан Республикасы Қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығының әскери тарихи музейінде тұрақты экспозиция ретінде ұсынылып отыр. Бұл экспозиция тәуелсіз Қазақстан жауынгерлерінің халықаралық бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтаудағы ерлік жолын айқындайтын тағылымды тарихтың бір парағын көрсетеді. Көрме музей қонақтарына еліміздің әскери шежіресін тереңірек танытып қана қоймай, өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беруге, отанға адал қызмет етудің асқақ үлгісін көрсетуге зор үлес қосатынына сенім білдіреміз. Осы орайда көрме экспозициясын құруға, қалыптастыруға, құнды жәдігерлерді жинауға атсалысқан барша ардагерлерге, ұйымдастырушыларға және қолдау көрсеткен азаматтарға шынайы алғысымызды білдіреміз. Бүгін ашылып отырған бұл көрмені өткенді еске алып, ерлікті ұлықтайтын, бейбітшіліктің бағасын терең ұғындыратын рухани алаң десек те болады. Ерлік жан дүниенің ұлы қасиеті. Жастық шағын оқ пен оттың ортасында өткізіп, отан алдындағы азаматтық борышын абыроймен өтеген барша ардагерлерге басымызды иеміз. Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық пен береке тілейміз. Алдағы уақытта бұл көрме жаңа деректермен, тың жәдігерлермен толығып, жас ұрпаққа сіздердің ерліктеріңізді үлгі ете отыра, отан сүйгіштік рухты дәріптейтін, тағылымды іс-шаралар өтетін орынға айналады деп кәміл сенімдіміз. Назарларыңызға рахмет.